Сәлеметсіздер ме, құрметті балалар. Мен Исабекова Айсель, Әл-Фараби атындағы оқушылар сарайының NXP үйірмесінің жетекшісімін. Бүгін сіздермен кішігірім эксперимент туралы айтып бергім келеді. Көктемде, сіздер білесіздер, барлық өсімдіктер оянып өсе бастайды, тұқымдар өскін береді. Барлық табиғат оянады. Сол табиғат бұл ақпаратты қайдан біледі, қандай информация ақпарат нәтижесінде өсе бастайды. Соны түсіну үшін біз кішігірім эксперимент жүргізіп көрдік. Ол үшін үрме бұршақ және түрік бұршағы алып, үрме бұршақ және түрік бұршағын алып, үш жағдайда өсіріп көрдік. Бірінші жағдайы, яғни өсімдіктерді ылғалды мақтаға салып, ылғалды мақтаны, содан кейін біз ыдысты тоңазытқыш жағдайына, яғни +4 температураға орналастырдық. Екінші жағдайда ылғалды мақтаға салынған тұқымдарды біз бөлме температурасында, яғни біздің үйдің бөлме температурасы +29-30 градус. Сондай жағдайда 2 күн міне ұстадық. Және үшінші жағдайда біз өсімдіктің тұқымдарын суға салып қойдық 2 күнге. Енді бір-бірімен айырмашылықтарын айтсақ. Бірінші жағдайда, яғни бізде температура +4 болды. Екінші жағдайда температура 29-30 градус болды. Үшінші жағдайда температура 29-30, бірақ та толық тұқымдар судың ішінде тұрғандықтан, ол жерде бізде ауа өсімдіктерге, яғни тұқымдарға бармайды, яғни ауасыз күйде өседі, таза судың ішінде. Өйткені бізде ешқандай суға ауа көпіршіктерін біз жіберген жоқпыз, сол үшін судың ішінде ауа көпіршіктері өте аз, сондықтан бұл өскіндер міне өскін бермеді 2 күнде. Бірақ та олар міне қабынып ісінді, бірақ өскін берген жоқ. Ал міне мына жағдайда, бөлме температурасы жағдайында, міне ылғалды жағдайда 2 күнде үрме бұршақта, мына түрік бұршағы да өскін берді. Ал тоңазытқыш жағдайында, яғни +4 градус жағдайында температура төмен болғандықтан, тағы да біздің өсімдіктер өскін бермеді. Яғни бұл эксперименттен біз қандай қорытынды жасаймыз? Біздің өсімдіктеріміз, тұқымдарымыз өскін беру үшін, яғни көктемде ояну үшін, оларға жылы температура керек екен, су керек, міне біз ылғалды мақтаға салып қойдық. Және де ауа керек. Осы үшеуі ғана бар болған жағдайда өсімдіктер оянып, өсе бастайды екен. Сондықтан да біз мысалы егерде бау-бақша отырғызып, гүлдерімізге өте көп үнемі су қойып тұрсақ, біздің өсімдіктеріміз ешқандай өсіп шықпай, шіріп кетеді. Сондықтан кез келген үй болсын өсімдіктеріне, бау-бақша өсімдіктеріне болса да, суды шектеулі мөлшерде ғана, су жеткілікті мөлшерде өсімдікке жететіндей ғана дәрежеде құю керек. Бәрбір өсімдіктің тамырына да, топыраққа да, яғни ауа барып тұру керек, өсімдік шіріп кетпеу үшін. Және өсімдіктер өну үшін жылы температура керек екен. Және ол өсіп шыққаннан кейін әрине күн сәулесі керек. Күн сәулесінің арқасында фотосинтез процесі жүріп, өсімдіктер ары қарай құлпырып өседі екен. Ал тұқымнан өскен кезде оларға фотосинтез процесі жүрмейді мұнда, яғни бұршақтарда жиналған нәруыздар, ақуыздарды пайдаланып, біздің өсімдігіміз, тұқымымыз өскін беріп өсіп шығады. Осындай эксперименттерді сіздер үй жағдайында да жасап, өсімдіктердің өніп өсіп шығу үшін не қажет керек екендігін өздеріңіз де анықтай аласыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.